Нашым біз қайда келдік? Балам, біз бүгін екеуміз қаламыздағы өнер академиясына келдік. Бүгін біз уақытымызды қызықты пайдаланып, қазақтың ежелден келе жатқан қолөнерлерінің бірі құмыра жасаймыз. Мен саған тек құмыра жасауды ғана емес, төзімділікті, еңбексүйгіштікті, қолөнерге деген махаббатты үйреткім келеді. Алейкумассалам, ауылда азамат бол. Құмыраны неден жасаймыз? Біз құмыраны саздан жасаймыз. Мына аты саз болады. Көрдіңіздер ғой? Саз болады. Ол сазды тіпке саламыз. Балам, қазір мына қолымызда қарапайым саз үлкен қолөнерге айналады. Бастайық Нашым. Киіз үйге ұқсайды ғой мынау. Қазақтың ежелгі үйі, иә? Иә. Біздің ата-бабамыз кезінде қазақты үйде, кигіз үйде тұрған, иә балам? Біз қыш құмыра жасағанда балам, саусақтарымызбен жұмыс жасаймыз. Бұл біз ұсақ моториканы дамытады. Осы біздің саусақтарымызда сезім мүшелері жақсы дамыған, иә? Балапандылықты, төзімділікті қажет етеді. Көрдің ба балам? Бағанағы қолымыздағы кішкентай ғана саз осындай әдемі құмыраға айналды. Балам, құмыраға не салуға болады? Гүл саламыз ба? Қазір балам, біз құмыраны көтереміз. Міне балам, бүгінгі біздің жасаған қолөнеріміз осы. Қазақ халқы ежелден осы қолөнер бұйымын ерекше тұтқан. Жүрген ыдыстарымыз бар ғой, иә? Ыдыстар бар ғой үйде. Ол ежелгі адамдарда ондай ыдыстар болмаған. Осындай ыдыстарды тұрмыс тіршілігіне қажетті заттарды адамдар қолдарынан жасаған. Иә? Бізбен болғандарыңызға рахмет.